Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып, тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына қолдау білдіріңіздер. Енесін өлтірмек болған келін. Ертеде Қытай астанасы Пекинде Лулу есімді қыз тұрмысқа шығып, енесінің үйіне көшіп барады. Ол енесінің үйінде біраз күн жүргеннен кейін енесімен бір шаңырақ астында тұра алмайтынын сезеді. Өйткені екеуінің мінезі үйлеспей шығады. Келін не істесе де енесінің көңілінен шықпайды. Мынауың дұрыс емес, ананы шала істепсің деп, тырнақтың астынан кіргіз деп жақтырмай ұрыса береді. Бір айдан соң енесінің ұрысына одан әрі шыдай алмай, келін өзінің сиқыр шөптерімен әйгілі тәуіпке барады. Көз жасын тыя алмай, өзінің мұңын шағады. Сөйтіп мұндай жолдан шығудың жолын тек қана енесін өлтірмей тынбайтындығын да жасырмайды. Тәуіп қыздың сұрауы бойынша арнайы шөп дайындайды. Осы шөпті 3 ай бойы енеңнің тамағына күнде 2 рет қосып тұр. Бұл у шөп. Аз-аздан берілуі тиіс. Енеңнің өліміне сенің қатысың бар екенін ешкім білмеу үшін осы шөп жайлы ешкімге айтпа. Және ешкімнің күмәнін туғызбау үшін енеңе 3 ай бойы жақсы қарап, оған жақсы көретін тамағынан беріп тұруың қажет деген ақылын айтады. Сол күні Лулу үйіне қуанып кіреді. Ертеңіне енесін жақсы көретін тамақтарынан күнде жасап, тамаққа аз-аздан у қосып тұратын болады. Ешкім күмәнданбасын деп, енесінің тілін алып, оған жақсы қарай бастайды. Енесі де келіннің өзгергенін байқап, одан әрі ұрыс үшін ешқандай себеп таппай қалады. Осылайша енесі келінді өз қызынан артық көріп, бауырына басады. Енесінің күрт өзгергенін күтпеген Лулу енесінің тамағына у қосып жүргеніне өкінеді. Оның осы әрекетінен енесі қайтыс болатынына қатты ашынады. Тәуіпке барып, енесінің өлуін қаламайтынын айтып, мүмкін болса берген у шөптің әсерін жоққа шығаратын басқа шөп даярлауын сұрайды. Осыны естігенде тәуіп күлімдеп, «Қызым, осыдан 2 ай бұрын мен берген шөп у емес, жай шөп болатын. У тамағында емес, мына басында еді. Сен енеңе жақсы сөз айтып, жақсы қарай бастағаныңда, енең де саған жақсы қарай бастады. Адамдардың сені жақсы көруін қаласаң, сен адамдарды жақсы көруің керексің. Ешқашан есіңнен шығарма. Өйткені гүл берген кісінің қолында міндетті түрде гүлдің иісі қалады» деген екен. Мінекей достар, видеомыздың соңына да жеттік. Арнамызды қолдауды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.